Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, қайырлы таң болсын. Бүгін өмір сабақтары жөнінде біраз әңгіме қозғайық еркін тақырыпта. Негізі адамдар қазақ халқы айтады, таң тәңірден дейді, иә? Негізі ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп қазақ халқы бекерге айтпайды. Сондықтан да алып қарайтын болсақ, таңда егер де сіз ерте тұратын болсаңыз, көптеген іс-әрекеттер жасап, істеймін деген жұмыстарыңыздың талайын істеп үлгересіз. Негізі айтады, егер де сіз таңғы 6-да тұратын болсаңыз, енді сағатты 2 сағатқа алдыға, артқа шегеріп таңғы 4-те тұратын болсаңыз, сіз 2 сағатқа өміріңізді жалғай бастадыңыз дейді, көбейте бастадыңыз дейді. Оны қалай түсінуге болады? Мысалы, бір айға алатын болсақ, сіз сағат 4-те тұрдыңыз, иә? Ерте 2 сағат бұрын ояндыңыз. Енді күніне 2 сағатты қоса беріңіз. 30 күнде 2 сағатыңыз қанша болады? Соны ойлаңыз, және де бір жылда 2 сағаттан қосатын болсаңыз, 365 күнде 2 сағатыңыз қанша айға айналады? Сонда сіз өміріңізді қанша айға ұзарта аласыз? Осыны ойланыңыз, иә? Мен мысалға өзім осы жайында ойланып, неліктен мен күніне 2 сағат өміріме жақсылық қосып ерте тұрмысқа деген оймен осылайынан сағат 4-те тұрамын. Және де өзім осылай 2 сағаттың ішінде біраз іс-әрекеттер істеймін. Таңғы 6-ға дейін, таңғы намазға дейін, азанға дейін, азан таң намазына дейін. Енді алып қарайтын болсаңыз, егер де сізде үлгермей жатқан қандай да істеріңіз болатын болса, бірдемелерді жазу керек болатын болса, немесе қандай да бір іс-әрекеттер істеу керек болатын болса, өзіңіздің күн тәртібіңізге тым болмаса бір жұмаға осы ерте 2 сағат тұруды қосып қойыңыз. Және де өзіңізді бақылаңыз, иә? Қанша іс-әрекет істедіңіз, неге үлгердіңіз, қанша сізге пайда әкелді. Және де таңда жақсы тілектерді тілеуді, халқыңыз үшін, ел жеріңіз үшін, отбасыңыз үшін, өзіңіз үшін ұмытпаңыз. Себебі таңғы тілек ол қабыл болады деп айтып жатады қарияларымыз. Сондықтан да таңды тәңірден деп бекерге айтпайды қазақ халқы. Таңда көптеген тілек тілеп, өзіңізге пайда беретін, халқыңызға, еліңізге, жеріңізге пайда беретін, отбасыңызға пайда беретін көптеген іс-әрекеттер істеулеріңізге болады. Сау саламатта болыңыздар, жақсы күндеріңіз көп болсын.